Дэвн. Арыстағы жарылып жатыр міне. Арысқа тағы не болды? Тағы да жарылыс болды ма? Осы аптада Арыс қаласының тұрғындары әлеуметтік желілерге жарылыс бейнелері бар бейне үзіктер жариялаған болатын, және бұған бүкіл елдің әлеуметтік желі қолданушылары таңырқаған, тіпті араларында бұған дау көтергендер де бар. Бірақ та құзырлы органдары былай деп жеткізді, бұл барлығы бақылаудағы жарылыс, ешқандай адам зардап шеккен жоқ, сондықтан алаңдауға еш себеп жоқ дейді. Тағы да бір жағымсыз жаңалық десек болады. Елордада құны 1,5 миллиард теңге болатын адамның мәйітін өртейтін крематорий салмақшы. Ондағы басты мақсат жобаның елорда маңындағы мәйітханалардың санын азайту делінген хабарламада. Бірақ бұған тұрғындар үзілді кесілді қарсы. Және де бұған алғашқы ресми түрде қарсылығын білдірген қазақстандық блогер, журналист Дәулет Төлеутайұлы. Қазақтың дәулеті деген атпен танымал көбіне. Ол бұған қарсы арнайы қол жинаған, және ол отты мәйітхананың жобасын тоқтатамыз, құрылысын тоқтатамыз деп ойлайды. Бірақ енді оның ойы қаншалықты жүзеге асады, енді оны уақыт көрсетеді әрине, және де билік көрсетеді. Мына жерде шығындарды масаларда қаптап кеткен екен. Енді тағы да жаңалық осы крематорийға байланысты. Алматы қаласында да 46 миллион теңгеге адам мәйітін өртейтін крематорий жобасы салынбақ болған былтыр 2019 жылы. Бірақ та бұл әлі салынбаған көрінеді. Оған себеп биыл Алматы әкімдігі тағы да осы крематорий салуға тендер жариялаған екен. Соған қарағанда бұл крематорий әлі салынбаған көрінеді. Аптаның басы Абай күнімен басталса, ал аяғы Шәмші күнімен аяқталды. Енді Абай күнінде 10 тамыз екенін барлықтарыңыз білесіздер ғой. Сол 10 тамыз күні Семей қаласының қоғамдық көлік жүргізушілері жұмысқа шығудан бас тартты. Оған себеп жалақының аздығы, осылайша олар өздерінің наразылығын көрсетті. Енді қала әкімі Ермак Сәлімов бұған қатысты не дейді? Енді олардың жалақылары көтеріле ме, әлде жұмыстан шығып кете ме? Енді оны уақыт көрсетеді. Алдағы аптадан бастап, яғни дүйсенбіден ертеңнен бастап карантиндік шаралар жеңілдейді, бірақ қоғамдық орындарда маска тағу міндет. Дегенмен бірнеше қоғамдық орындар ашылады, енді олар арнайы талаптары бар. Бірақ та ғалымдар, мамандар былай деп отыр, енді күзде коронавирустың екінші толқыны келеді. Бәленбай миллион адам бұл дертке шалдығады дейді. Енді соған қарамастан енді карантиндік шараларды жеңілдетіп жатқанына бір жағынан жұртшылық күдікпен, тіпті таңырқаумен қарауда десек те болады. Айтпақшы, 21.250 теңге алдыңыздар ма? Енді 5-ші жаңалық ол біздің тұрақты көрермендерге. Енді карантин кезінде жұмысыңыздан айырылып қалған болсаңыз, онда сізге кәсіп бастаудан басқа енді амал жоқ, енді соны түсіну керек. Енді оны қалай бастаймын десеңіз, біздің айдарымызда, біздің жобамызда, каналымызда кәсіп баста деген айдар бар. Сол айдарда біз түрлі кәсіптердің ашылу қыр-сырын көрсетеміз. Бизнес бастау үшін қанша қаражат керек, немесе оны қандай органдарға, қандай жерлерден көмек сұрауға болады, бизнес планды қалай жасайсыз, қандай кәсіптердің түрлері бар, жалпы пайда қалай табуға болады, осы сұрақтардың жауабын біз бизнес баста, кәсіп баста айдарында беретін боламыз. Сондықтан біздің арнамызға жазылыңыз. Сіздермен бірге болған мен Санат Ильяс.